Сіз сиқырға сенесіз бе? Ал көптеген иллюзияның құпиясы химия ғылымымен байланысты екенін білесіз бе? Химия – вирус, химия – вакцина, химия – бомба. Химия дегеніміз дәрі-дәрмек, бактерия, медицина. Барлық қылмыстың құпиясын ашуға, айғақтарды тануға, қылмыскерді дәл анықтауға да химиялық білім қажет. Химияның арқасында адам өмірін ажалдан арашалауға болады. 1941-45 жылдары Ұлы Отан соғысында Германия ойсырай жеңілді. Бірақ химияның арқасында өз экономикасын тез көтеріп алды. Демек, нарыққа жаңа өнім шығарып, оның тауар сапасын арттыру, экономиканы көтеру үшін де химиялық білім міндетті түрде қажет. Ұлы жаңалық ашылулардың барлығы химия ғылымымен байланысты. Сәлем достар, бұл Алхимия KZ. Егер сіздер болашақта кім болам деген сұрақ мазалап жүрген болса, бүгін химияға қатысты бірнеше мамандықтарды таныстыратын боламын. Педагог, мұғалім, ең ардақты мамандық. 2019 жылы 27 желтоқсанда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев педагог мәртебесі туралы заңға қол қойды. Бұл заңда педагогтердің мәртебесін арттыру, олардың құқықтарын қорғау, оларды ынталандыру сыйлықтары мен қызметіне қолдау білдіру шаралары қарастырылған. Сондай-ақ педагогтерді қызметіне жатпайтын жұмысқа тарту, шамадан тыс есептілік, негізсіз тексерулер жүргізуге тыйым салу арқылы олардың жүктемесін азайту өзекті мәселе. Педагогтың кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезінде мынадай жағдайларға жол берілмейді. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, оны кәсіптік міндеттерімен байланысты емес жұмыс түрлеріне тартуға. Қазақстан Республикасының білім беру саласында заңнамасында көзделмеген есептілікті не ақпаратты талап етіп алдыруға. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген тексерулер жүргізуге. Тауарлар мен көрсетілген қызметтерді сатып алу бойынша міндеттер жүктеуге. Мемлекеттер орта білім беру ұйымдарының педагогтерін мемлекеттік емес ұйымдардың іс-шараларын өткізуге тартуға жол берілмейді. Заңда ата-аналардың жауапкершілігін арттыру, бала мен ұстаздың құқықтарын қорғау тетіктері де қамтылған. Кәмелетке толмаған 12-16 жасар балалардың жасаған орынсыз әрекеттері, атап айтқанда ұстаздың ар-намысына нұқсан келтіргені үшін олардың ата-аналарына 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Педагог мәртебесі туралы заңға педагогтерге мынандай негізгі мәселелерге мүмкіндік берілген. Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін бөлуге басымдық беру. Жалақысын кемінде 25%-ға өсіру. Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу. Көтерме жәрдемақы төлеу. Тұрғын үй сатып алу немесе салуда қолдану. Педагогтердің біліктілік санаты үшін лауазымдық жалақыға мынадай пайызда үстемақы қосылады. Педагог шеберлер 50%, педагог зерттеушіге 40%, педагог сарапшыға 35%, педагог модераторға 30% жалақы қосылады. Сонымен қатар мектептерде ғылыми педагогикалық бағыт бойынша магистр дәрежесі үшін 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшері. Мәдениет және спорт саласындағы қызметі үшін білім беру ұйымдарына 100%. Орта білім беру ұйымдарының педагогтарына тәлімгерлігі үшін базалық лауазымдық жалақының 100% көлемінде айлық көрсеткіш қосылады. Егер сіз химия пәнінің мұғалімі болсаңыз, сіз болашақ өнертапқыштар мен болашақ ғалымдарды, болашақ химиктерге тәлім беретін боласыз. Мұғалім ардақты мамандық, ал химия болашақ.